Армысыздар, ардақты ағайындар, құрметті көрермендер. Бүгін біз кезекті видеомыз бастайтын боламыз. Бүгінгі айтатын негізгі тақырыбымыз ол мынау ұлы қағанат кезіндегі негізінен жаңағы сауда саттықты қолдау мақсатында арнайы құрылған сауда ұйымы жайлы айтатын боламыз. Кезінде Шыңғыс хан мынау Қытайдан Жетісуда мына іле бойындағы Алмалыққа дейінгі жерді тыныштандырғаннан кейін шекара бойларына арнайы қарақшы деп аталатын әскери қызметті орналастырған болатын. Олардың негізгі қызметі жаңағы шекара бойында тұрып күзетеді, дағы сол шеттен келген керуендерді бақылап, қарап, соның хан ордасына қарай бағыттап жіберетін болған. Бұл жайлы мына парыз тарихшысы Жувейнидің тарихи жаһан жайында айтқан. Олар жаңағы шекара бойындағы әскери қызметті, яғни күзетті қарақшы деп атаған екен. Енді әуелде қарақшылар жаңа шекара бойында бақылау орнатып, сонда келген керуендерді тексеріп, оларды жаңағы дұрыс бағыттарға қарай бағыттап отыратын болған. Ал енді кейін келе бұл жаңағы шекараға келген керуендерді жаңағы егерде олардың баж салығы төленбесе, содан кейін рұқсат етілмеген тауарларды таситын болса, оларды жаңағы әскери қызмет, қарақшылар соны жаңағы тәркілеп алатын болған. Жаңағы рұқсат етілмеген тауарларды, баж салығы төленбеген тауарларды жаңағы тәркілеп солай алып қоятын болған. Осыдан кейін болса керек, бұл жаңағы қарақшы деген сөздің мағынасы кейін жаңағы өзгеріп, оны жаңағы жағымсыз мағынаға ие болған. Жаңағы олар кейін тонаушы, жаңағы тартып алушы деген мағынаға ауысып кеткен. Ал жаңағы оның негізгі түпкі мағынасы жаңағы шекара бойындағы қарап тұратын арнайы әскери күзет екен. Яғни бүгінгі тілмен айтқанда олар жаңағы таможенный пост, жаңағы шекара бойындағы солай күзететін арнайы әскери қызмет. Енді біздің тілімізде де бар ғой, жол торыған қарақшылар дейді. Жол торыған қарақшы, яғни шынында да олар жол бойында, жаңағы шекара бойында, керуен жолдардың бойында тұрып, сол жаңағы бақылау орнататын әскери қызмет болған. Кейін оның жаңа мағынасы, қарақшы деген сөздің мағынасы кейін өзгеріп кетеді, дағы оның жағымсыз мағынасы жаңағы қалыптасады. Ал енді біздің мынау аспанда да 7 қарақшы деген жұлдыз бар ғой. Ол 7 қарақшы дегенде ол енді былай қарап тұрсаңыз, ол тонаушы емес, ол жоғарыдан қарап тұратын сондай бір 7 жаңағы 7 бір күзетші сияқты болып тұрады. Аспанда 7 қарақшы деген шоқ жұлдыз бар. Осы қарақшы деген негізгі түп мағынасы сондай қарап тұрушы, бақылаушы деген мағына береді екен. Бұл жайлы жаңағы тағы да қайталап айтсам сол болады, жаңағы Жувейнидің тарихи жаһан жайында айтылған қарақшы деген сөздің мағынасы жайлы. Енді сол замандарда мына Шыңғыс ханның ордасына көптеген саудагерлер, мұсылман елдерінен саудагерлер келіп тұрған. Ол замандарда мұсылман елдерінен келген, әсіресе Хорезмнен келген саудагерлерді аса құрметпен күтіп алып, оларды жаңағы оларға арнайы ақшаңқан боз үйлерді, ақ үйлерді тігіп, соларды сондай үйлерде оларды орналастырып, сөйтіп күтіп шығарып салатын болған. Тауарларын лайықты бағада сатып алып, сөйтіп ризашылықпен шығарып салатын болған екен. Бұл жайлы барлық жылнамалар айтады. Олар сол кезде мұсылман саудагеріне бір аса ілтипатпен, сондай бір құрметпен қарайтын еді дейді. Бұл жаңағы Шыңғыс хан жіберген керуенді хорезмдіктер талап тонап қырып жібергенге дейін олардың көзқарасы мұсылман саудагерлеріне аса бір жақсы, сондай құрметпен қарайтын болған екен. Енді жалпы сауда жасау халыққа керек нәрсе ғой, өйткені сауда жасаған кезде шет елдерден көптеген мынау тауарлар келеді, жаңағы елде жоқ.
әсіресе мына көшпенділерге өте ділгір болатыны жаңағы мынау маталар, кездемелер, осыларға олар зәру болатын. Сондықтан осындай саудагерлер осындай маталарды алып келіп сататын болған. Оны жаңағы мата деген жаңағы киім тігу үшін, киім осындай өздеріне жарату үшін керек қой енді. Сондықтан да осындай сауданы жүргізуді Шыңғыс ханның өзі сол уақыттарда қолдаған. Кейін Үгедей қағанның кезінде осы сауданы ары қарай дамыту үшін, сауданың ауқымын кеңейту үшін арнайы сауда ұйымы құрылған. Енді ол сауда ұйымын бүгінгі тілмен айтатын болсақ, ол сондай үлкен сауда корпорациясы. Осындай сауда корпорациясын ұйымдастырған. Ол сауда корпорациясының сол кездегі атауы ортақ болған екен. Ортақ деп атаған екен оны. Енді ортақ деген сөз барлық адамдарға түсінікті болар. Бұл түркінің сөзі. Кезінде Махмұд Қашқари да өзінің сөздігінде бұл жайлы айтқан. Ол айтады, оның мынандай бір мақалы бар: бөрінің ортақ, құзғынның иғаш басында дейді. Яғни бүгінгі тілмен бергенде бұл мақалды бөрінікі ортақ, құзғындікі ағаш басында деген мағына береді. Яғни бөрінің жемтігі ортақ, құзғындікі ағаш басында дейді. Ортақ деген мағына енді сонда оның мағынасы жаңағы бәріне тиесілі, бәріне жаңағы бәрінің үлесі бар деген мағынада қойылған ғой енді ортақ деп. Енді сол замандарда бұл сауда корпорациясы арқылы мысалы сол Қытайдың тауарларын, оның жаңағы өте аса құнды заты жібек матасы ғой енді, Қытайдың жібек матасы. Сол басқа да тауарлар бар Қытайдан шығатын. Сол тауарларды керуендер арқылы тасып мына Орта Азияға, Иранға, одан Таяу Шығысқа, Индияға, Мысырға және Византияға сол тауарларды керуендер арқылы таситын болған. Осылай сауда-саттық жасайтын болған. Енді сауданың тағы бір тармағы сол Жетісу, сыр бойы арқылы Хорезмге келеді. Дағы Хорезмнен ары қарай Алтын Ордаға өтеді. Алтын Ордадан ары қарай Қырымнан Шығыс Европаға қарай керуендер жүретін болған. Ол жаққа да Қытайдың тауарлары барады. Ол жақтан да ол жақтың тауарларын Қытайға қарай таситын болған. Бұл енді аса сондай пайдалы сауда, жаңа табысты сауда жүйесі болған. Енді бұл сауда корпорациясына сол уақытта көптеген адамдар, жаңағы ханзадалар, хатундар, ханшалар, сосын үлкен бектер, нояндар өздерінің қаражаттарын осы сауда корпорациясына салатын болған. Сол арқылы олар салған қаражатына байланысты саудадан түскен пайданы дивиденд ретінде өздері соның табысын көріп отыратын болған. Яғни сол жиналған қаражаттан олар сауда жүргізеді да, саудадан түскен пайданы олар өзара бөлісіп отыратын болған. Бұл сол заманда өте табысты сондай сауда болған. Өйткені сол Жувейни мен жаңағы Рашид ад-Диннің айтуына қарағанда олар сондай аса жаңағы таңсық заттармен, таңсық тауарлармен сауда жасаған дейді. Енді Махмұд Қашқарида енді тауар деген сөз жалпы түркінің сөзі деп айтады Махмұд Қашқари. Тауар деген яғни жанды жансыз мүлік екен. Жанды жансыз мүлікті тауар деп атайды екен. Бұл түркінің сөзі деп айтады Махмұд Қашқари. Ал енді таңсық деген сөзде Махмұд Қашқарида бар. Таңсық деген өте жаңағы сирек кездесетін аса зәру жаңағы ділгір тауарлар. Яғни бұл таңсық тауарлар деген жаңағы бір елде басқа бір елдерден келетін, екінші бір елде мүлде жоқ сондай тауарлар.
Өйткені ол бір жерде жасалатын зат екінші жерде жоқ болады. Сондықтан да ол таңсық болады біреулер үшін. Осындай таңсық заттармен олар сауда жасайтын еді дейді. Енді қарап отырсаңыз, сол жылнамашылардың өзі берген сөздердің бәрі түркі тілінде айтылған. Ортақ дегеніңізде, тауар дегеніңізде, таңсық дегеніңізде бәрі түркінің сөздері. Енді қарап отырсақ, енді бұл сол заманның өзінде жаңағы сол заманда Евразияда сондай саяси және экономикалық интеграция сол уақыттың өзінде болған. Қазір біз айтып жүрміз ғой, осы жаңағы экономикалық интеграция деп осы күндерде айтып жүреді. Соны жаңағы бүкіл Евразияда солай сауда жасау үшін интеграция жасау керек деп. Бұл сол заманның өзінде болған екен бұл. Мына сол жаңағы Қытайдың шыққан жібек матасы болсын, олар керуендер тасып отырып жаңағы Орта Азияға, одан Иранға, одан Индияға, Мысырға, Византияға қарай және бір бөлігі Хорезм, Қырым арқылы Шығыс Еуропаға осылай үздіксіз тауарлар тасылатын болған. Енді керуендер сол заманда тоқтаусыз жүріп отырған. Қытайдан шыққан керуен 6 ай жүріп Амударияның жағасына келетін болған. Яғни 6 айда Иран жеріне жететін болған. Бұл керуендер жаңағы тоқтаусыз жүріп отырған. Қытайдан шыққан керуен Иранға қарай, Ираннан шыққан керуен Қытайға қарай, осылай. Өйткені өте табысты, сондай адамдарға табыс алып келетін сауда жүйесі болған. Сондықтан да бұны жаңа қағандардың өзі сондай қолдап отырған. Енді жалпы бұл сауда корпорациясына жаңағы айтқанымыздай хатундар, ханшалар бәрі өздерінің жаңағы нояндар, бектер өздерінің қаражаттарын салып отырған, содан үстемелеп табыс тауып отыратын болған. Енді осындай жаңағы хатундардың бірі мынау осындай саудамен айналысып, одан табыс көріп отқан сол замандағы хатундардың бірі, ол мынау Шыңғысханның 4-ші ұлы Төлейдің әйелі Сорқақтани бике деген болған. Ол Сорқақтани бике мына Керей Уаң ханның інісі Жағанбоның қызы болатын. Ол кейін жаңағы Төлей алған, Төлейден ол 4 ұл тапқан: Мөңке, Құбылай, Құлағу және Арықбұғы деген. Енді бұл жерде айтайын деп отқаным, осы Сорқақтани бике осындай саудадан тапқан табысын ылғи мына Самарқа мен Бұхарада жастар білім алсын деп сол жақтағы медреселер салдырған, өзінің қаражатына медреселер салдырған. Сол медреселерде жастар арнайы барып тегін жатып сол жерде білім алатын болған. Оның бәр шығынын сол Сорқақтани бикенің өзінің қаражатынан төлеп отыратын болған. Бұл мына сол кездегі жаңағы меценаттық іспен айналысқан осындай бір өзі сондай бір білімді, сондай биязы, өте қалай деп айтсақ болады, сондай бір жақсы ханша болған екен бұл Сорқақтани бике. Оны сол Рашид ад-Диннің Жамиғ ат-Тауарихында да айтылады бұл. Яғни өзінің саудадан түскен табысын осындай меценаттық жолға жұмсап, сондай жастардың білім алуы үшін, соларды қолдау үшін арнайы сондай медреселер ашып,
оларды қаржыландырып отырған екен. Енді жалпы айтатын бүгінгі тақырып осы. Ол сауда ұйымы, сауда корпорациясы ортақ деп аталған. Сол ортақ арқылы сауда жүргізіп, сол саудадан түскен пайданың игілігін бәрі жаңағы өздерінің салған қаражаты бойынша соның игілігін көрген екен. Бұл қазіргі заманда да тап сондай сауда ұйымдары қазірде жұмыс істеп жатыр. Қазірде сол Қытайдың тауарлары батысқа қарай тасылып жатыр. Бұл соның бір жалғасы деп айтуға болады. Бүгінгі айтатынымыз осы. Видео ұнаған болса лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.